Ұлы Абай өзінің қара сөзінде өнер алды бірлік, ырыс алды тірлік екенін нақтылаған. Бүгінгі таңда білім беру сапасын жақсарту мәселелерін шешуде білім беру процесіне қатысушылардың бірлігі маңызды. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев өз сөзінде сапалы білім беру жүйесін құруды тапсырды. Оқу-тәрбие процесі мен инновациялық қызметті ғылыми әдістемелдік сүйемелдеу бөлімімен кәсіби педагогикалық тәжірибенің желілік университеті жобасы іске асырылуда. Үздік педагог, үздік білім беру ұйымы, үздік әдістемелік кабинет, кәсіби шеберлік байқаулары үздіксіз өткізіліп тұрады. Үздік педагог республикалық байқауының облысымыздың 32 педагог жеңімпаздың тәжірибесі таратылып келеді. 2023 жылғы 10 мыңнан астам педагог біліктілік арттыру курспен қамтылып, мемлекеттік тапсырыс жоспары 100% орындалды. Облысымыздың мектепке дейінгі білім беру ұйымдары заманауи білім беру технологияларын белсенді пайдалану арқылы педагогикалық процесті жетілдіріп келеді. Тәрбие мен оқытудың кәсіби проблемаларын шешу мақсатында 11 мобильді топ, 345 консультациялық пункт қызмет етеді. Педагог қызметкерлердің кәсіби қарым-қатынас аясын кеңейту мақсатында облыста 17 пәндік қауымдастық жұмыс атқарып келеді. Жас педагогтерді қолдау мақсатында 2021 жылы білімді жастар атты жас педагогтер одағы құрылды. Жас педагогтер облыстық және республикалық байқауларға қатысып, жоғары нәтижелерге қол жеткізуде. Күрделі тақырыптарды зерттеу және функционалдық сауаттылықты дамыту кезінде мұғалімдерді әдістемелік қолдауға ерекше назар аударылады. Білім беру процесін жетілдіру үшін тәлімгерлік мектебі, зерттеуші ұстаз, көмек таймс, нетворкинг, білім беру ортасы жобалары іске асырылуда. Қазіргі заманғы еңбек нарығы үшін мамандар даярлау сапалы кәсіптік білім беруді қамтамасыз етуді талап етеді. Осы мақсатта бөлімнің негізгі бағыты техникалық және кәсіптік білім беру жүйесіндегі білім беру процесін ғылыми әдістемелік қолдаудың сапасын қамтамасыз ету болып табылады. Жетекші педагогтердің шеберлік мозаикасы, педагогикалық оқулары, озық педагогикалық тәжірибені тарату, WorldSkills халықаралық стандарттары бойынша кәсіби шеберлік байқаулары педагог кадрлардың кәсіби құзыреттілігінің өсуіне ықпал етеді. Тәрбие бөлімінің жұмысы жалпы адамзаттық және ұлттық құндылықтар негізінде еңбекқор, адал, саналы, жасампаз азаматты тәрбиелеу біртұтас тәрбие бағдарламасы негізінде жүзеге асырылады. Отбасы мен мектептің әлеуметтік әріптестігін дамытуға бағытталған ата-аналарды педагогикалық қолдау орталықтары құрылды. Әлеуметтік жобалар іске асырылуда. Республикалық пікірсайыста білім беру ұйымдарының басшылары жоғары нәтижелер көрсетті. Психологиялық қызмет бөлімі облыстағы педагог-психологтар мен әлеуметтік педагогтерге кеңінен қолдау көрсетуде. Атап айтсақ, кәсіби даму мектебі, психологиялық клубтар жобаларын жүзеге асыру, Парасат газетін шығару, оқу процесінің барлық субъектілері бойынша ұсыныстар әзірлеу. Кәсіби байқаулар педагог-психологтардың шығармашылық әлеуетін барынша іске асыру мақсатына қызмет етеді. Үздік психолог байқауының республикалық кезеңінде облысымыз өте жоғары нәтиже көрсетті. Инклюзивті білім беруді ғылыми әдістемелік сүйемелдеу бөлімі ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды оқыту және тәрбиелеу мәселелерінде педагогтердің кәсіби құзыреттілігін арттыру бойынша жұмыс жүргізеді. Облыста 1000-нан астам мүмкіндігі шектеулі балаларды қамти отырып, инклюзивті білім беруді қолдаудың 45 ресурстық кабинет ашылды. Басталған жұмыс келесі жылдары жалғасын табуда. Кім лайықты өмір сүріп, өзін маңызды іске арнаса, кейін оны сүйіспеншілікпен еске алады деп, Абай бабамыз айтқандай, жүргізіп жатқан жұмыстарымыздың арқасында педагогтеріміздің нәтижелі еңбегін көреміз деген сенімдеміз.